Қырғыздар топ жарты. Торғай даласында халықаралық бәйге марафон мәресіне жетті. Оның қорытындысы бойынша Қырғызстан командасы жеңімпаз атанды. Анық қанығын сол жақта жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін, ол қазір тікелей эфирге. Салам достор. Мен қазақтың бұл каналдарын көп төле көрбеймін негізі. Бірақ YouTube'ға кірсем, кеше бүгін аяғайлы көп шығады. Қорытындысы бойынша Қырғызстан командасы жеңімпаз атанды. Алтын мықты деген үшін бұл қазақ туғандарға чоң рахмат. Жеңіс болсын. Дәл қазір бірінші орында тұрған Қырғызстан, екінші орында тұрған ол Ақтөбе облысы, үшінші орында Қостанай облысы. Сайыста небәрі